қадір түнінде жасалу керек 5 амал. Ең алдымен қадір түнінде кемінде 2 ракағат намаз оқыңыз. Егер сіз намаз оқымайтын халде болсаңыз, онда сол моментте отырып Алла Тағаладан дұға етіңіз. Екіншіден, қадір түнде міндетті түрде Құран оқыңыз. Құраннан бір аят болсын оқыңыз. Құранның қазақша мағынасын болсын оқыңыз. Үшіншіден, қадір түні күні міндетті түрде садақа беріңіз. Сонда сіз осы амалдарды жасау арқылы 84 жылдан аса артық садақа бергендей боласыз. Сол сияқты қадір түнінде міндетті түрде жасалу керек болған 4-ші амал ол Алла Тағаладан кешірім сұрау. Истихфар айту. Астағфирулла, Аллах мені кешірші деп 10 рет кемінде айтыңыз, ал қалағаныңызды көбейтсеңіз болады. Соңғысы бұл тағдыр түні болғандықтан көп дұға етіңіз. Өзіңіз үшін, мақсаттарыңыз үшін, армандарыңыз үшін, балаларыңыз үшін, ата-анаңыз үшін, өзіңіздің айналаңыздағы жақындарыңыз үшін дұға етуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ осы видеоны жақындарыңызбен бөлісіп, олардың да қадір түнін бос өткізіп алмауына себепші болыңыз.